Бүгінгі айтатын тақырып, кеше естеріңізде дұға, балаларға дұға айттық. Енді балалардың жүрегіне ұрпақ тәрбиесінде келе жатырмыз. Ұрпақ баламыздың жүрегіне салып беретін нәрсені айтқым келіп отыр. Бұл ең діндегі мұхим, ең маңызды нәрсенің біреуі. Бұл ақида дәрежесіндегі ол нәрсе, сенім дәрежесіндегі. Бұны уакала деген сөзге апарып байлаймыз. Өкіл ету деп айтаймыз. Яғни барлығын Аллаға табыстауды үйрету. Қараңыздар, біз өзімізде ісімізді Аллаға табыстап, қазақ айтпақшы түсініктірек болу үшін тәуекел ету туралы айтқым келіп тұр. Баламызға тәуекел етуді үйретуіміз керек. Қалай? Тәуекел деген не жалпы? Адам әрекет етеді, жолға шығады, қолына таяғын алып шығады, тамағын азығын алып шығады, жолдың ар жағын Аллаға табыстайды. Қазақ айтады, егінді егіп, жаңбырды Алладан үміт етіп тәуекел етесің. Бірақ егінді еккенің сол тәуекел болады. Жаңбыр жауа ма, жаппай ма деген нәрсе, ол осы нәрсе жоқ, жапқанын көрейін деп емес. Егінді саласың, содан кейін барып ар жағын Аллаға үміт етуді үйретіңіздер балаларыңызға. Яғни істеген ісін Аллаға табыстауды үйрету керек. Сонда бала тәуекел етіп барып, Алладан мінәжат етіп дұғасын айтады кешегі. Қараңыздар, бірінші әрекет етеді, оқиды, талпынады, содан кейін Аллаға тәуекел етіп жүрегін байлайды да, ар жағын дұға қылып Алладан сұрайды. Міне осы орысша последовательность дейді, осы реттілікпен балаға тәрбие беру аса маңызды. Сонда бала басына келген уайымды Алланың деп түсінеді. Аллаға табысталған нәрсе түбі сөзсіз береке алып келеді. Аллаға тәуекел, біздің Орта Азияда көп бұл сөз тараған, мәулем дейді. Мәулем дейді немесе. Мәулен деген сөздің өзін түбі соған барып байланады. Мәулем, яғни менің ием, менің тәуекел еткенім, менің табыстағаным, менің сыйынғаным. Зубайр ибн Аллауам деген бір үлкен сахаба өткен. Тірі кезінде жәннеттен хабар алған сахаба деп айтылады. Сол Зубайр деген сахаба қайтыс болар кезде баласын шақырып айтты дейді. Балам, менің қарызым бар, бәленше қарызым бар. Соны сен мен өліп кеткеннен кейін қарызымды өте депті. Сөйтсе бала айтады дейді, біз өз жағдайымыз төмен, мен қалай өтеймін, осынша миллион қарыз десе айтады дейді. Мәулемге жалын депті. Мәулен, Құдайым, Раббым деген, Тәңіріме жалын деген сөз айтыпты. Бірақ Тәңір деген сөз емес, Мәулем дейді, ием деген сөз да, иеме жалына бер депті. Сонда әкесі қайтыс болады, қайтыс болғаннан кейін бала қарыз біреу сұрап келсе, үйге кіреді екен, әкемнің Мәуласы жәрдем бер дейді екен. Содан айтып бір нәрсеге бір нәрсе құралып, жаңағы қарызын жап дейді. Қысқа сөзбен түсіндірсем, жүрегін Аллаға байлау деген сөз. Жүрегін Аллаға байлауды, балам, Құдайды ұмытпа, Аллаға тәуекел деп айтатын болсақ, бұл діндегі ең негізгі мәселесі, монотеистік дінімізде таухид болатын болса, таухидтың басы Құдайға, жалғыз Құдайға сенудің басы. Неден басталады десеңіздер, жүректі Аллаға табыстаудан басталады. Сондықтан балаларыңызға осыны үйреткен адам, бұл сөзсіз, онда иман мәселесінде адамда проблема болмайды деген сөз шығады. Егер адам, мысалы айтайық, себепке сүйенсе, егінге, ақшаға, білмеймін, долларға, қызметке, тағына, абыройына, мансабына, сенген дөңгелегіне сүйенсе, бұл түбі ширкке апарады. Алла маған керек жоқ, мен 4 баллоныма сенем. Шипованный, мысалы, жол-тайғақта сіз жүріп келесіз. 4 баллоны шипованный. Бұл сол шипованный дөңгелек салу, бұл сіздің әрекетіңіз болады да, сол жолды Құдайға табыстау, осы тәуекел болады. Жолға шыққаныңыз тәуекел болады, Аллаға сеніп, ал енді 4 баллонға сеніп шықсаңыз, онда бұл жер ширк кетіп кетеді. Мен Құдайға емес, баллоныма сендім деген әңгіме. Ал енді баллон салмай, тек қана Аллаға тәуекел еттім десеңіз, ол да ақымақтық болады. Яғни әрекет етіп барып, берекетін Құдайдан сұрауды тәуекел деп айтады. Егер сіз осыны жүрегіңізге байласаңыз, онда Алла тағала әрдайым сізбен бірге деген сөз. Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз кәпірлерден қашып келді. Абу Бәкір жолда тізелерді менен құмдағы іздерді жапты. Содан кейін есіктің аузына тұрды. Кәпірлер артынан қуып келді, бәрібір ізбенен тапты. Сол кезде
жүректі Аллаға байлаған пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам тұрды да намазын оқи берді. Бірақ жолды жапты, әрекетін етті, дұғасын жасады. Сонда аузына, оны бәріңіз естігесіздер, ана өрмекші өр тоқып қойды, торын тоқып қойды. Сол торын тоққан кезде неге өрмекші, неге тас емес, неге адам емес, неге Құдайдың періштесі емес, неге кішкентай ғана бүйтіп мыжыса өліп қалатын өрмекшіні Құдай қойды десеңіздер, бұл жерде түбі тереңге барады. Неге? Алла қаламаса өрмекшінің торында бұзып өте алмайсың деген сөз. Сондықтан ардақты ағайын, Алла ниеттеріңізді қабыл қылсын. Әрдайым әр істе тәуекел етуді ұмытпаңыздар. Алла тағалаға таваккалту ва хуа раббул аршил азим. Алла тағала тәуекел ету адамды үлкен дәулетке алып барады. Енді кішкене осы жерін тағы бір түсіндіріп өтейін. Әйел мен күйеу екеуі жолға шығады. Жолға шығады, жаңағы біраз қайыққа мінеді, қайыққа есіп келе жатқанда толқын басталады. Толқын бастағанда әйел адамның табиғаты шығар, эмоциясы көп. Қап-бат, өліп қалмасақ болды, өліп қалсақ балалар не болады, балалар кімге қалады, әйтеуір не керек, осыны айта береді, айттым саған жолға шықпауымыз керек еді, айттым саған баллон алып алу керек еді, в общем, не керек, барлығын ұрса бере тұрсын. Еркек жай спокойно бүйтіп ескегін тартып келе жатыр. Сонда әйел бас салды, сен қарашы, тыныш отырсың, не деген отырсың, енді әйелдің табиғаты ғой. Сол еркек ашу келіп, қатты ашу келіп, пышағын шығарып әйелдің мына жеріне қойды дейді. Сөйтсе әйел күліп жіберген екен. Күліп жіберіпті. Сонда жаңағы күйеу айтады дейді ғой, мен сені өлтірейін деп жатсам, сен неге күлесің десе, қойшы, сен байымсың ғой, мен өлтірмейсің депті. Сенем мен саған депті. Көрдің ба? Сен мен өмірдегі жарыңа маған сенген сияқты, мен Құдайыма тәуекел еткем. Құдай мені осы жерде өлтірмейді деген екен. Міне осы нәрсені тәуекел дейді. Яғни сіз күйеуге қалай сенесіз? Мысалы, кішкентай баланы көтеріп аспанға лақтырасыз, ойнатып. Бала күледі. Бірақ қорқу керек, қорқпайды, күледі, сенеді. Неге? Өйткені сізге сенеді. Сізге шынайы сенеді. Сен оны құлатпайтыныңа сенеді. Тура сол сияқты. Баланың сенімі сияқты тәуекеліңіз болатын болса, лақтырылғанда бүйтіп бала уверенный болады, күледі. Құшақтап тұр, қолын бүйтіп қуанады. Күледі. Міне сол сияқты Құдайға бүйтіп тұрып сіз байлансаңыз, Алла сізге ешқашан қиыншылық бермейді. Алла тағала жүректеріңіздегі имандарыңызды қуатты қылсын. Тәуекел туралы пайғамбарымыз саллаллаху қайтыс болған кезде Абу Бәкір келіп бетін ашып көреді. Бетін ашып көрсе қайтыс болып кеткен екен. Сонда мына сөзді айтады, бұл тәуекелге еткен. Мән кәне яғбуду Мұхаммадан фаиннаху қадмат. Далаға шығып айтқан сөз: ей жиналған халық, егер Мұхаммедті Құдай деп білсеңдер, Мұхаммедтерің өлді, пайғамбарымыз өлді дейді. Мән кәне яғбудуллаха, кімде-кім Алланы Құдайым, Алланы тәуекел еткен Раббым, менің ем деп білсе, Аллаху хайюл қайюм, Алла ешқашан өлмейді, мәңгі бар деді. Сондықтан Алланың жүректегі сол иманды күшейтетін нәрсе, бағанада осы сұрақ болды, менің жүрегімде иманды не күшейтеді десеңіздер, Аллаға байлану күшейтеді. Жүректегі тәуекелдік Аллаға артуды күшейтеді. Сондықтан Аллаға артқандарыңыз зор болсын, сенгеніңнен сыйынғаның күшті болсын деген осы болады. Сондықтан Алла баршаңызға риза болсын, өмірлеріңізге береке берсін.